O zaman da bu zaman шын айтқан кезде әйел мұрат деп шағымданып жатқан сіз алғашқы еркексіз. Ақшаны беріп сен тағы ішіп келдің ба, алкаш деді маған. Өйтіп айтпа, маған қарай деп. Мастерок лақтырды маған. Жоқ, мастерокты мен ұрып қалды. Мен мына жеріме. Мен қолын қап едім, мына жеріме тиді мастерок. Кейін айттым ба, араласпаңыз сіз деп итер жүрген білемін. Кір жуу тамақ дайындауды айтып жатырмын. Жоқ, ол кір жуу болғанда бала шағаның кірін жумайды ол деп отырмын мен. Мен келген кезде мен жоқ, мен ұрсам екеулеп жуамыз. Воскресенье күні мен айтам. Мына кірін шай. Ұялмаңыз, сіз әйеліңізге мен айтам, мына кірің деген шашылып жатыр ғой. Нағыз молодецсіз ғой негізінде. Мына кіріңді жайылсынан жусай мынаны деп, мынаны жумайсың ба деп. Ал тамақ мәселесіне келсек, оны да жасамайды. Тамақта да жасамайды. Неге? Білмеймін. Қасылап кетпесің ме ондай әйелді? Не қыласың оны бала туғыза? 4 баламмен қайға тастап кетем татымен? 4 баламмен. Бала шағаммен қалай тастап кетем? Әлде әйеліңіздің бір көңілдесі бар ма? Оны енді мен айта алмаймын татек.